қара алтын қазынасының қыры мен сырын ұға білген қайсарлар мен қайраткерлер тобының арасында Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты геолог ғалым Таумыш Нұрышұлы Жұмағалиевтің есімі құрметпен аталады. Жұмағалиевтің жолы үнемі үмітпен, алға ұмтылған күреспен сабақталған, ілім мен ғылыммен қанаттанған, қос ғасырдың тарихи дастанына жазылған, еңбек пен ерліктің мұқалмас мұрасы іспеттес. Қазақ жерінің тарихқа толы құтты мекені Қызылқоға ауданының Көздіғара ауылында 1918 жылы дүние есігін ашқан Таумыш Нұрышұлы Гурьев мұнай техникумын тәмамдаған соң Доссор, Ескене мұнай кәсіпшіліктерінде техник-геолог, бас геолог мамандықтары бойынша еңбек жолын бастады. Өндірістен қол үзбей жүріп, 1945 жылы Қазақ Тау-кен институтының геологиялық барлау факультетін бітірген соң, Орал ембі ғылыми зерттеу мұнай институтында ғылыми хатшы, директордың ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары болып лауазымды қызметтер атқарды. Бұл жылдар Еділ мен Жайық арасынан мұнай және газ кен орындарын ашуға қадам жасалған, болжамы басым жылдар болатын. Геолог Таумыш Жұмағалиев бастаған геологтар командасы бұл болжамдарды толықтай растап, Мартыши, Хамысты, Жаңаталап, Гран кен орындарында мол мұнайдың көзі бар екендігін анықтап, ғылыми жетістіктердің нәтижесінде Жайық мұнай-газ мұнай өндіру басқармасы құрылды. 1968-72 жылдар аралығында өзін сан түрлі қырынан таныта бастаған ғалым Қазақ СССР геология министрлігінің Батыс Қазақстан геологиялық басқармасының бастығы, ірілендірген Гурьев аймақтық мұнай-газ барлау экспедициясының директоры қызметтерінде болды. Бұл кезеңдерде Шығыс Жетібай, Шағырлы Шөмішті, Арыстанов тағы басқалай кен орындары барланып, табысты өндіріс кеніштерін айналды. Таумыш Нұрышұлы 1972-85 жылдар аралығында Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми зерттеу институтының директоры болып жасап, өзін талантты зерттеуші, ірі ғылыми ұйымдастырушылық қырынан таныта білді. Бұл кезеңдерде іздестіру барлау жұмыстарының нәтижелігі артып, 1978 жылы Каспий бойы ойпатының шығыс бөлігінде жаңа жол, 1979 жылы ойпаттың солтүстік бөлігінде Қарашығанақ газ конденсаты кен орындары ашылды. Алдында арқа тұтар, сүйенер, ұстамды сөзін ұғып, ақылын үлгілеп отыратын көшбасшы ағалардың болуы, өнегелі өсиеттер бастауы деп танысақ, Таумыш Нұрышұлы ғылым мен өндіріс саласының жаңа буын мектебін қалыптастырды. Қазақстанның еңбек ерлері Ұзақбай Харабалин мен Бақтықожа Ізмұхамбетов, геология, минералогия ғылымдарының докторлары Саламат Өтеғалиев, Эдгард Василевский, Дүйсен Мырзағалиев, тағы басқалар еліне ерен ұстаздарының жолын сеніммен жалғастырған абырой елдері. Атағы Асқақ Қаныш Сәтбаевтың қолынан жолдама алып, ғұлама ғалымның аманатына қылау түсірмеген, ғылыми болжамы кемелді Таумыш Нұрышұлының еңбегі мемлекет тарапынан зор қолдаулар мен марапаттарға ие болды. 1967 жылы оған геологиялық зерттеу жұмыстарын дамыту мен шикізат базасын нығайту саласына сіңірген еңбегі үшін Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген геологиялық барлаушысы, 1976 жылы ғылым мен техника саласындағы жетістіктері үшін
Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атақтары табысталды. Бозашы түбегінен мұнай кен орындарын ашқан үшін Халықтар достығы мұнай газ өндірісінің 100 жылдығына орай құрмет ордендерімен ұлғыланды. Қазақстан Республикасының жер қойнауының құрметті барлаушысы Таумыш Жұмағалиев, Атырау облысының және Қызылқоға ауданының құрметті азаматы. Көкірегінде көзі бар көрнекті ғалым, қазақ мұнайының игерілуі шетелдік инвесторлардың араласуымен алға дамитын әрден ойластырып, білікті геологтардың басын біріктіріп, қазақша, орысша, ағылшын тіліндегі геологиялық терминдер сөздігін басып шығарды. 1982 жылы Таумыш Нұрышұлының ұйытқы болуымен КСРО геология министрлігі бастырып шығарған Прикаспийская нефтегазоносная провинция и Нижневолжская нефтегазоносная область картасы бүгінгі күнге дейін геологтардың қолынан түспейтін бағалы дүниеге айналды. Қазақтың ділі мен ділін қадірлеген зерек қабілет иесі, ұлт тарихы мен ата-баба шежіресін білуді азаматтық борышы деп санап, қолына қалам алып, кейінгі ұрпаққа лағат болар зерделі ой түйіндерін түйіндеген 70-тен астам мақалалардың авторы атанды. Сөзі жұғымды, мағынасы ұғымды, көрегенді жанның ұлттық рухани бағыттағы құндылықтарға толы тұңғиығы тұнған сыр атты туындысы көпшіліктің көңілін оятқан, автордың ой өрісінің кеңдігін, ойшылдығын дәлелдеген дүние деп ұғынғанымыз абзал. Ол осы кітаптың шығу кезінде бастан кешкен, немесе куә болған, ерекше толқытып толғандырған жайларды кезінде баспа арқылы жариялап, дүбірлі оқиғаларға барынша үн қостым десем, артық айтқандық болмас деп ағынан жарылғанды. Ата-бабамыз осы Атыраулық екен. Қоныстанған жеріміз Дастарқоға жүретін Соколок өзені бірінші көпір дейміз. Оң жақтағы мына Қайырсақты қолтығы дейді. Бірақ менен 4-ші ата жер Орман деген кісі көшіп жүрген уақытта Тайсайған бүйректе қоныстанып қалған екен. Біз сояқта өмірге келген. Әкеміздің тәрбиесі алдымен Қарабастың қамы емес. Біз сонымен мұнай саласында 62 жыл 4-те еңбек еткен екен. Тәкең тәні де, жаны да таза, сыпа кісі. Ой өрісі, дүние танымы сан салалы рухани әлем болып толысқан тірі энциклопедия еді. Бұл кісі алқалы жиында сөйлей қалса, майда қоңыр үні жібекті есіліп, Абай Құнанбаевтың, Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатовтың замана, мезгіл, өмір, тағдыр, ойлы күйлі өлеңдерінен мысал келтіріп, өзіне ден қойған жандарды қилы-қилы толғаныстарға түсіретін. Тәкеңнің ішкі әлемі бізді сұлулық сарайындай қызықтыратынды деп бағалаған Қазақстанның еңбек ері, музыка зерттеушісі, әйгілі сазгер Илья Жақановтың пікірі, Таумысын Таумыш тұлғаның көкірегі қоңыраулы, күмбездей күмбір екендігін айқындай түседі. Ертеңін ойлаған егін егеді, болашағын ойлаған бала оқытады деген ұлағатты ұғымға орай, замананың қиын кезінде оқуға ынтазар болып өскен Таумыш білімдар өзі бастаған мұнайшылар династиясын жалғастыру жолында өз ұрпақтарында жоғарғы оқу орындарында оқытуды жөн санаған жан. Шаңырақтың тұңғышы Гүлжан Таумыш қызы Алматы политехникалық институтын геолог мамандығы бойынша бітірген. Саналы ғұмырын қазақтың геологиялық, барлау, ғылыми зерттеу мұнай институтында және Каспий мұнайгаз акционерлік қоғамы ұжымында өткізіп,
өзін тәжірибелі ғылыми қызметкер тұрғысынан көрсетті. Мәскеудің Губкин атындағы мұнай және газ институты түлегі Болат Таумышұлы еңбек баспалдағын Каспий жағалауы мұнай іздестіру экспедицияларында геолог болып бастады. Әке салған Ақжолды бойындағы біліктілігі мен ізденімпаздығы арқылы Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми зерттеу институты босағасында ғылыми тәжірибемен ұштастырып, Қазақ газ, Қазақстан Каспийшілік мұнай компанияларында бас геолог лауазымында жалғастырды. Қазақстан Республикасының құрметті барлаушысы Болат Жұмағалиев ұзақ жылдар бойы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының теңіз жобасын игеру департаментінде бас менеджер, Каспий Мерверти Опертин Компани компаниясы бас геологы бола жүріп, еліміздегі мұнай өндірісінің өркендеуіне өз үлесін қоса білді. Алдыңғы толқын бауырларының артынан ерген Айгүл Таумышқызы Қазақ мемлекеттік университетінен химик мамандығын алып шыққан соң, әулеттің еңбек династиясын Ембімұнайгаз акционерлік қоғамы орталық ғылыми зерттеу лабораториясында Қазақтың геологиялық барлау ғылыми зерттеу мұнай институты ұжымы сапында жалғастырды. Ақылгөй атасының айналайынмен ержеткен немересі Еркін Болатұлы Сәтбаев атындағы ұлттық техникалық университеті мен Алматы менеджмент университетінен білім алғаннан кейін еңбек жолдарын еліміздегі газ өндірісінің дамуымен байланыстырып жүрген заманауи менеджер. Қазақ-Қытай бірлескен Азия желілері жеке шағын серіктестігі, Бейнеу, Бозой, Шымкент 2 Қазақстан-Катар бірлескен кәсіпорны жобаларында бас директордың орынбасары, Астана газ Қазмұнайгаз Қазақ газ аймақ акционерлік қоғамының Маңғыстау филиалы директоры қызметтерін абыроймен атқарып келеді. Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық және Сапи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеттерінің түлегі, техника және технология бакалавры Гаухар Болатқызы Таумыш немересі, Қазмұнай теңіз мұнай компаниясы акционерлік қоғамы жобаларды басқару департаменті және ПСА жеке шағын серіктестігі жобаларды техникалық қамту департаменті менеджері қызметінде шыңдалған. Болашағынан зор үміт күттіретін жастарымыздың бірі. Бүгінде мұнайлы Астана Атырауда және туған жері Миялы ауылында көрнекті ғалым атындағы шамдары жарқыраған көшелер бой түзеген. Қазағымыздың жақсының аты өшпейді деген қағидалы сөзі осындайда айтылса керек. Жылдар жылжыған сайын қазақ зиялылары көшіндегі отанына, туған өлкесіне аянбай еңбек еткен. Сапи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінің құрметті профессоры, геология минералогия ғылымдарының кандидаты Таумыш Нұрышұлы Жұмағалиевтің бізге қалдырған мұралары кейінгі ұрпақ үшін өнеге мектебіне айналары даусыз дүние.